Қайырлы күн көрермендерім, витаминге тола бай осындай керемет дүмлама жасауды үйрететін боламын. Ол үшін бізге жұмсақ свежий, оны 4 бұрышла майдалап турап аламыз да. Сосын дайындап қойып, үстіне неше түрлі приправалар қосып, маймен араластырып жасап қоямыз. Сосын картошка бәрін турап, пияз, сәбіз, бүткіл көкөністерді, перец, қызыл, сары, жасыл, помидор, бүткіл көкөністің бәрін турап жаймен де бірінші етті салам. Сосын картошканы жаймен де картошкадан соң сәбіз, сәбізден соң перец, пияз бәрін араластырып, сарымсақ, чеснокты, помидорды барлығын салып, арасына тағы да ет салам. Солай салып, банкіге әбден салып, 2 фольганы орап, осылай сосын 180 градусқа 3 сағатта пісіп шығады. Ас болсын, дүмлама өте дәмді болады, витаминді тағам. Жасап көріңіздер, описаниеға жазатын болам рецептің.